Қазақ күресі, самбо және еркін күрестен КСРО спорт шебері, Қазақстан Республикасының 17 дүркін чемпионы Сыдықов Саурық Сейтпатқалыұлы атындағы аудитория ашылды. 18 қыркүйек Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің нөмірі 2 оқу ғимаратында кабинеттің ашылу салтанаты өткізілді. Шараны дене шынықтыру және өнер факультеті ұйымдастырып отыр. Ондағы мақсат атақты балуан спорт шеберінің еңбегін елеп, өскелең ұрпаққа ер есімін ұлықтау. Мінекей енді батырларды да еске алып жатыр. 93 жылы қайтыс болды, 95 жылы Батыс шағын ауданынан көше берілді атында. Осы университет қабырғасында Саурық Палуан атындағы стипендия бар. Музейде заттары тұр. Енді міне аудитория ашылып жатыр. Соған мен ерекше толқын үстіндемін. Осыны ұйымдастырып, осы аудиторияны ашып, еңбек сіңірген жандарға, әсіресе Ерлан Қазбекұлына, университеттің ректоры Қуат Маратұлына, осы кісілердің жанында жүрген жанкүйерлерге барлығына алғысым шексіз, үлкен рахмет айтам. Саурық Сыдықов шәкірт тәрбиелеп, ұстаздық тәлімгерлік қызметпен де айналысқан. Балуанға арнап білім ордамызда аудитория ашуда тегін емес. 1986 жылдары Ілияс Жансүгіров атындағы Талдықорған педагогикалық институтында аға мұғалім, спорт клуб төрағасы және дене тәрбиесі мәдениеті факультетінің кафедра меңгерушісі қызметін атқарған. Еңбек жолында ұстаз өзі қызмет атқарған оқу ордаларының студенттеріне арнап стадион салдырып, жағдай жасаса, сонымен қатар қала бойынша өтетін түрлі спорт шараларының ұйытқысы болып жүрген. Ашылу салтанатына балуанның туған туыстары, дос-жарандары, көзін көрген әріптестері арнайы келді. Шара барысында ердің ерен еңбегін айтып, естеліктермен бөлісті. Алдағы уақытта осы аудиторияда болашақ спорт шеберлері балуанның өмір жолымен етене таныса алады. Самал Ашырбекова, Ділмұрат Қизатұлы, оқу телестудиясы.